Қазір не істесек те барлығын онлайн атқаруға мүмкіндік бар. Дәл осы заман ағымынан қалып қалмауымыз керек. Оны білетін болсақ уақытымды үнемдейміз және шаршамаймыз, жүйкемізді тоздырмаймыз. Ал ECQ кілті электронды цифрлы қолтаңбаны қалай алуымыз керек, соны бүгін көрсетейік деп отырмыз. Екі түрлі тәсілмен көрсетеміз. Біріншісі ұялы телефонмен, және офисте отырған кезде үйіңізде компьютер болатын болса, әрине үлкен экран, барлығы қолайлы, ыңғайлы, жеңіл, осымен де көрсетеміз. eGov порталына кіру үшін не істеуіміз керек? Ол үшін біз өзіңіздің компьютеріңіздегі кез келген браузерді таңдайсыз. Мәселен, біз міне қараңыздар, Safari браузерін таңдадық. Осы жерде поиск деген жер бар, іздеу батырмасына бізге керекті egov.kz. Бірде міне Қазақстан Республикасының электронды үкіметі деп арнайы порталға кіреді. Қараңыздар, тілді таңдасаңыздар болады. Осы порталға тіркелуіміз керек. Бұл порталға кіріп қызметті атқару үшін бізге ECQ электронды цифрлы қолтаңба керек. Және мобильді азаматтар базасына тіркелген болсаңыз, бір реттік SMS код арқылы да кіруіңізге болады. Міне, кіру деген батырманы басайын. Осы жерде қараңыздар, жеке жасырын сөз арқылы кіруге болады, ECQ кілті арқылы кіруге болады, сим-картадағы ECQ бір жолғы жасырын сөз арқылы кіруге болады. Бұл жерге GSN-іңізді жазасыз, телефон нөміріңіз жазасыз, азаматтардың мобильді базасына тіркелген болсаңыз, SMS код келеді ұялы телефоныңызға, сол кодты жазасыз да, осы порталға бірден кіріп кетіп, керекті жеңіл қызметтерді ала аласыз. Бірақ толықтай қызметтерді атқара алмайсыз. Ол жерде тек қана анықтамаларды, сол сияқты кезекті брондау деген сияқты жұмыстарды атқаруға ғана мүмкіндік бар. Бізге толықтай eGov порталына кіруіміз керек. Сондықтан да бір жола ECQ кілтін алып, сонымен жұмыс істеуді көрсетейін. ECQ кілтін қалай аламыз енді? Сол жақ жоғарғы жағындағы eGov дегенді қайтадан бір рет басамыз. Одан кейін қараңыздар, сәл төмен түсеміз. Азаматтарға дегеннен тағы да төмен түсеміз. Одан кейін сервистер деген бөлім бар. Осы жерде танымал қызметтер бар. Міне, мектепке тапсырыс, халыққа электронды кезекті брондау. Одан кейін ECQ-ны қашықтықтан алу. Енді біз ECQ-ны қашықтықтан алу деген батырманы басайық. Енді үйіңізде интернет болатын болса, интернетті пайдаланасыз. Егер жоқ болса, ұялы телефонда интернет бар. Осы жерде точка доступ деген бар. Wi-Fi нүктесін шығарып, телефоныңыздан компьютеріңіз қосуға да болады. Енді осы жерде онлайн сұрау деген бар. Онлайн сұрау деген сарымен белгіленіп тұр, соның үстін бастық. Басқан кезде бізден қараңыз, браузерде бізге веб-камерамыз керек, веб-камерамызды сұрайды. Енді қараңыздар, осы жерде бірден қалқымалы терезеде рұқсат бересіз бе, бермейсіз бе деп шығып тұр. Осы жерде разрешить дегенде басамыз, рұқсат береміз. Веб-камерамыздың тұсындағы қызыл нүктесі бізге белгі береді. Одан кейін өзіңіз заңды тұлға, жеке тұлға. Заңды тұлға дегеніміз жеке шаруашылықтың иесі, одан кейін жеке тұлға кәдімгі қарапайым адамдар. Осы жеке тұлға дегенді басамыз. Енді осы жерге біздің GSN-імізді тереміз. Дәл осылай GSN-імізді тереміз, енімізді. Сұраныс жіберу дегенді басамыз. Енді қараңыздар, веб-камера орнатылған. Жасыл белгі. Енді қараңыздар, NCLR қосылуы мүмкін емес дейді. NCLR дейтін бағдарламаны орнатуымыз керек. Бұл бірінші рет осы eGov порталына кіріп тіркелейін деп жатқан, компьютермен eGov порталында бірінші рет жұмыс атқарайын деп жатқан адамдар үшін осылай көрсетіп отырмыз. Қараңыздар, қызылмен белгіленді. Осының астында компьютерлердің түрлері бар. Windows, Linux және енді осы жерде Mac деген компьютерді таңдаймыз. Батырманы. Міне, бастық. NCLR Mac үшін көшіріліп жатыр. Міне, загрузки дегеннің ішінде, жүктеліп жатқанның ішінде тұр. Қараңыздар. Үстін басамын. Қараңыздар, мен нақты түсінікті бол үшін мынаны жасырып қояйын. NCLR деген бағдарлама Mac-тар үшін міне мына қондырғылардың ішіне көшіремін. Launchpad дейтін арнайы бағдарламалар бөлімінде терезе бар. Осы жерде қарасаңыздар, міне соңғы бөлігінде NCLR орнатылды. Осы NCLR-дің үстін басамын. Міне, қалқымалы терезе шықты, OK дегенді басамын. Дәл осы кезекте тағы Mac OS қолданушылары үшін Finder дегеннің ішіне кіреміз. Осы жерде қараңыздар, программы деген бар. Программы деген батырманың ішіне басамыз. Сосын Utility деген тағы да бір бөлім бар. Оның ішін басамыз. Оның ішіне кірген кезде связка ключей дейтін бөлім бар. Осының үстіне екі рет шертеміз. Екі рет шерткеннен кейін жүйеміз шығады. Осының ең астына өтеміз. Міне қараңыздар, мен өттім. Осының астында міне негізгі куәландырушы орталық деген біздің сертификатымыз шықты. Осы қызыл болып тұр, міне. Қызыл болып тұр. Осыны біз орнатуымыз керек. Ол үшін
үстіне 2 рет шертеміз. Үстіне 2 рет шерткеннен кейін доверие дейтін бөлім бар. Үш бұрышты белгіні басатын болсақ, бөлімдері ашылады. Осы жерде ең соңғы бөліміне қараңыздар. Ең соңғы бөлім. Стандартный алгоритм 509 деген бар. Осының үстін басамыз. Всегда доверять дегенді басамыз. Одан кейін қызыл жабу. Компьютеріңізде пароль болса, пароліңіз тересіз. Обновить еттік. Енді қараңыздар, оның астында тағы да біріншісі негізгі куәландырушы орталық еді ғой. Екіншісі ұлттық куәландырушы орталық дегенді тағы да үстінен 2 рет шертеміз. Бұл жерде де доверие деген жерге барамыз. Жаңағындай стандартный алгоритм 509-ға барамыз. Ең соңғы бөлім всегда доверять дегенді басамыз. Қайтадан жабу батырмасы, компьютердің паролі. Окей, міне қараңыздар, екеуі де жаңа қызыл болып тұрған еді, көк бөлмек болып рұқсат берді. Енді бұл бағдарламадан шығып кетеміз. Одан кейін қайтадан біздің Safari браузерімізге барамыз. Safari браузерімізге барамыз да жоғар жағындағы жаңарту, обновление, жаңарту деген жерге басамыз. Одан кейін веб-камерамызды қайтадан рұқсат етеміз. Жеке тұлға екенімізді басамыз. GSM-іміз жазамыз, сұраныс жіберу. Бізде барлығы орнатылды. Веб-камерамыз, NCLR-іміз орнатылды. Мобильді азаматтар деректер қорына тіркелгенбіз. Енді бұл жерде ары қарай басу үшін жеке куәлік немесе паспорт деген таңдаймыз. Қайсысы бар, сізде соны таңдайсыз. Жеке куәлік дегенді басамыз. ЭЦХ алуға көшу. Одан кейін мына жерге телефон номер жазамыз. Телефон номер жазамызда отправить дегенді басамыз. Одан кейін регистрация на сайт деген бар. Оны басамыз. Создать Digital ID деген бар. Оны басамыз. SMS код келеді. SMS код келеді, соны жазамыз. Одан кейін мына жерде иніңізді көрсетіңіз дейді. Енді осы жерге біз өзіміздің инімізді қайтадан көрсетуіміз керек. Сохранить дегенді басамыз. Одан кейін міне видео проверка. Біз өзімізді дәлелдеп көрсетуіміз керек. Начать. Міне дәл осылай қараңыздар. Дәл осылай біз веб-камерадан өзімізді көрсетуіміз керек. Қараңыздар міне. Начать. Разрешить дегенді басамыз. Разрешитті басқаннан кейін қараңыздар. Тағы осындай қалқыма терезе шығады. Осы жерде бір танысып шықсаңыз болады. Қазақстан Республикасының ұлттық куәландырушы орталығы ақпараттық жүйесінің пайдаланушылық келісімі деген келісім бар. Осы жерде енгізу кетті батырма. Аты жөніміз барлығы шығып тұр. Енді осы жерде электронды поштамызды жазуымыз керек. Енді мына жерде кілттерді сақтау орны деген бар. Міне қараңыздар. Осының үстін басамыз. Міне неге сақтағыңыз келеді? Біз өзіміздің компьютерімізге сақтаймыз. Дербес компьютер деген таңдаймыз. Нақты компьютердің ішінде қай жерге сақтағыңыз келеді? Мына жерде поистті басамыз. Неде? Десктоп деген бар. Қараңыздар, нақты көрсетіп жүрейін. Міне. Десктоптың ішінде біз жаңа папка ашамыз, new folder. EGOV кілт деп қоямыз, міне. ECH. ECH деп жазып қояйық. Міне, кілт ECH. Ашу деген батырманы басамыз. Одан кейін өтінімді беру деген батырманы басамыз. Міне, қараңыздар. Мына жерде жаңарту деген батырма көрінеді. Осы жерден жаңарту деген батырманы басамыз. Қараңыздар. Жаңарту деген батырманы бастық. Міне, тіркеу куәліктері өтінім бойынша шығарылды дейді. Қараңыз. Енді осы жерге біз сол ECH-ны пайдаланып кірген кезде жазатын пароль бар. Сол парольді енгіземіз. Жаңа пароль. Құпия сөзімізді жаздық. Одан кейін сертификатты жүктеу деген бар. Сертификатты жүктеу дегенді басамыз. Міне, сертификаттар сәтті орындалды, ECH кілттері қолдануға дайын. Енді қараңыздар. Ең бірінші EGOV порталының алғашқы бетіне кіреміз. Осы жерде кіру деген батырма бар жоғар жағында, оң жағында. Енді ECH кілті дегенді таңдаймыз. Сертификатты таңдаңыз дегенді басамыз. Енді осы жерде біздің жаңа сақталған кілтімізді басамыз. Енді осы жерде міне EGOV кілт ECH деген бар, открыть дегенді басамыз. AUTH деген бар. AUTH деген бар. Осыны басамыз. Открыть. Енді осы жерде жаңағы біздің жазған пароліміз жазамыз. Аты жөніміз шығады. Подписать дегенді басамыз. Одан кейін EGOV порталына кіреді. Міне, EGOV порталына кірді. Оң жақ жоғарғы бөлігінде біздің аты жөнімізбен шығып тұр. Енді осы жерден кезген қызметті атқара беруге мүмкіндік бар. Бүгінгі бағдарламада осы EGOV порталына қалай тіркелу керек екенін, ECH кілтін қалай алу керек екенін сіздерге көрсеттік. Енді келесі бағдарламамызда осы кілттің көмегімен
кезекті брондау, жаңағы емханаға тіркелу, сол сияқты зейнетақы қорындағы қанша ақшамыз жиналды, ай сайын қанша түсіп тұр деген сияқты көптеген қызметтер бар, соны алуды жеке-жеке көрсетеміз деген ойдамыз. Біздің берген ақпарат қажеттеріңізге жараса, біз қуаныштымыз. Онлайн әрқашан қосулы болсын.